Аса шұғыл үндеу. Ресейдің шапқыншылық соғысын жасырын қолдап келген Қазақстан билігі батыстың назарына іліккен болатын. Оны алдыңғы жолғы лекцияларымызда айттық. Біздің қолымызға Семей қаласындағы атақты Семей көпірі маңында танктерді тасып бара жатқан әскери көліктер туралы видео жетті. Енді бізге жалпы осындай видео және фото ақпараттарды, видео куәгерліктерді жіберіңіздер. Жалпы қазақ билігінің Ресейге бағытталған әскери көмектері, техникалық көмектер, немесе батыстың санкцияланған тауарларын Ресейге жеткізу барысындағы қандай да дәлел фактілері болатын болса, бізбен хабарласыңыздар. Бұл қазақ билігінің, әсіресе қазақ билігін ұстап отырған олигархтардың қазақ халқынан тонаған арам ақшаларын Еуропа мен Америкада мұздатуға көмектеседі. Біз олардың бұл ақшаларды өздерінің жеке мүддесіне пайдаланып, қазір бұзып шашқаннан гөрі, оны Еуропа мен Америкада арестке алдырып, яғни мұздатып, кейін Қазақстан біздің қолымызға өткенде, демократиялы ел болғанда, оны қазақ халқының игілігіне жұмсасақ дейміз. Сондықтан шекара бекеттерінде жақын елді мекендегі қазақтар, тұтас Қазақстан Республикасындағы барлық қазақтар, кедендегі қазақтар, Ресейге тұтасатын автокөлік жолдарындағы қазақтар, шекаралық қызметтегі қазақтар және пойыз бекеттеріндегі қазақтар, қандай да бір Ресейге тасылып жатқан тауарлардың құрамында батыстың санкцияланған тауарлары бар болатын болса, кез келген техникалар бар болатын болса, тіпті әскери техникалар бар болатын болса, осының барлығы көргендеріңіз, білгендеріңіз туралы өздеріңіз видео куәлік беріңіздер. Видео куәлік: мен Бәленбай Түгенұлы, мен осындай Қазақстан азаматымын, осындай заттарды көрдім, бәлен жерде, бәлен уақытта деп айтсаңыз болды. Бұл куәгерліктерді Атажұрт партиясының мүшелеріне жеткізіңіздер, немесе менің электрондық поштам qazaqiya@gmail.com, ағылшыншалап айтқанда қайталап айтам, qazaqiya@gmail.com, қайталап айтам, Qazaqiya дегенде qazaqiya. Осы дыбыстарменен бізге ayqulaq@gmail.com, ayqulaq деген собачка, сол бойынша жіберіңіздер. Бұндағы қазақ деген сөз Q мен жазылады, Qazaqiya дегенде я, Y мен жазылады, одан кейінгі А, кәдімгі Алматы дегендегі А. Енді осы электрондық поштаға жіберіңіздер. Қандай да бір дәлел факті болатын болса, ол біздің Қазақстанның диктаторларына әлемдік деңгейде санкция салғызуға, сөйтіп Қазақстандағы осы іріп шіріген жүйені құлатуға, Қазақстанда демократия орнатуға көмегі болады. Сондықтан бұл жұмысқа мен тұтас Қазақстан халқын белсене кірісуге шақырамын. Құрметпен, Серікжан Біләшұлы. Атажұрт партиясы мүшелерінің телефондары біздің YouTube каналымыздың астында тұр. Сондықтан ол азаматтар арқылы бізге тіке хабарласуларыңызға да болады. Аман болыңыздар. Қазақтың тарихтан бері екі жауы болды. Ол Ресей империясы және Қытай империясы. Тым арғы ежелгі кезде Қызылбас Парсы империясы біздің ата жауымыз болды. Ал бүгінгі күнгі біздің нағыз ата жауымыз, қазақтың басындағы мың сан қасіреттің бірден бір қайнар көзі орысшыл, қытайшыл қазақ билігі. Қазақ билігін құлатқанда ғана қазақ халқы шынайы, бақытты, баяшатты өмір сүретін болады. Сол бақытты, баяшатты өмірге қол жеткізу үшін әр қазақ күресуге тиіс. Құрметпен, Серікжан Біләшұлы.